Сәлем баршаңызға. Бүгін біз жұмыртқадан дайындалатын 3 түрлі таңғы ас түрлерін көрсететін боламын. Менен бірге дайындаңыздар. Бірінші біз омлетті жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Кішкене тұз сеуіп, және де укроп сеуіп, араластырып дайындап аламыз. Енді табамызға аздап май құйып жібереміз. Оны тегістеп жайып, жұмыртқалы массамызды құямыз. Құймақ пісірген тәріздес етіп, барлық жеріне тегіс жайып аламыз. Осылай жартылай піседі. Сол кезде тек бір жағына ғана майдалап туралған қызанағымызды, колбасамызды саламыз, және де сыр ірімшіктерді үккіштен өткізіп, майдалап осылай бетінен сеуіп шығасыздар. Сосын ең соңында жұмыртқамыздың жарты бетін қайырып жабатын боламыз. Мінекей, осылай дайын болып шықты. Кез келген көкөністермен сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Тез ғана дайын болады. Енді біз наннан бутерброд жасайтын боламыз. Табамызға майымызды құйып, дәл жаңағыдай дайындап алған жұмыртқамызды табамызға құйып, бір тегістетіп жайып аламыз. Осылай жұмыртқамыз пісіп кетпей тұрған кезде нанымызды салып, екі бетін аударып аламыз да, осылай қойып шығамыз, және де жұмыртқаларымыздың шетін қайырып, нанымызды келесі бетіне аударып аламыз, және осы беттің бірінші нан бөлігінің үстінен колбасамызды қоямыз, қызанағымызды және де сыр бөлігін қойып, нанымызды қайырып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Мінекей, осылай дайын болады. Өте керемет пісіп шығады, арасындағы сыры еріп, таңғы асқа керемет үйлесетін тағам түрі. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей, арасын кесіп көрсеттім. Өте тойымды болып шығады, әрі тез дайындалады. Келесі бізде шакшука дайындайтын боламыз. Өте керемет таңғы астың түрі, өзіме қатты ұнайтын, және де өте тойымды. Табамызға аздап май құйып, майдалап туралған пиязымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Келесі бізде тәтті бұрышты салдым. Менде жасыл түрі, қызыл түрінде турап салсаңыздар өте әдемі болады.
Енді менде үлкен көлемдегі бір қызанақты үккіштен өткізіп, осылай майдалап алдым. Оны да салып, тұзымызды сеуіп, жақсылап қуырып аламыз. Қалауыңыз бойынша аскөкті турап салып, осылай қуырып жібереміз. Осылай әдемі қуырып жатқан кезде жұмыртқамызды саласыздар. Қалағаныңызша салсаңыз болады. Жұмыртқаларымызды салып, үстінен азғантай ғана тұз себелеп шығамыз. Енді астын баяулатып, бетін жауып, азғантай уақытқа қалдырамыз. Неке өте керемет болып дайын болды. Бетінен тағы да турап, балғын түрде аскөктерді осылай бетіне салсаңыздар болады. Таңғы асымыз дайын. Неке өте керемет болып шықты. Осылай жұмыртқаменен алдындағы қызанақтарыңызға батырып алып жейсіздер.